Қайырлы күн. Бүгін сіздермен керемет шоколадты пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Рецепт өте жеңіл, соңына дейін қарап пікір қалдырыңыз. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды қосып, ағарғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Жұмыртқаның қанттың мөлшерін астында описаниядан көрсеңіз болады. Одан кейін қаймағымызды саламыз, тағы да жақсылап миксерлейміз. Разрыхлитель және какао. Содан соң ұнды аз-аздан қосып отырып, жақсылап миксерлейміз. Сұйық майымызды құямыз. Бір келкі масса болғанша соңына дейін миксерлейміз. Енді қамырымыз дайын болды. Осындай массада болуы керек. Өте қою емес, сұйық емес, осындай консистенцияда болуы қажет. Табамызды жақсылап майлаймыз. Әдемілеп жан-жағын бәріне жағып майлаймыз да құямыз. Алдын ала қыздырылған пеште 25-30 минуттай пісіреміз. Мен бетіне өзім қалауымша сахарный пудра септім. Сіз өзіңіз шоколадты ерітіп бетіне құйсаңыз да болады. Өте дәмді болып шығады. Қолыңызда бар ингредиенттермен жасауыңызға болады. Пирогымыз міне дайын болды. Кесілгенде осындай пышный әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер. Пирог піскеннен кейін духовкада кемінде 5 минуттай ұстап барып шығарсаңыз, сол кезде отырып қалмай осындай объемный болып шығады. Каналға жазылып қойыңыздар, әлі де көптеген рецепттер болады.